Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Құрметті жамағат, әуелі сіздер мен біздерді жаратқан жаратушы Алла Тағалаға сансыз мадақтар болсын. Ардақты пайғамбарымызға, екі дүниенің сардары Мұхаммед Мұстафа алейхиссалату вассаламға көптеген салауаттар болсын. Аллаға шүкір, бүгінде біз сондай керемет күндерде, керемет кезеңдерде, емін еркін, тыныштық, бейбітшілік уақытта, Аллаға шүкір, осындай бір кезеңде өмір сүріп жатқан жандармыз. Алайда бүгін сіздерге айтайын деп жатқанымыз бір ақыл емес. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпақшы, мұсылманның айнасы, насихатшысы. Алайда бүгінгі күнде адам баласына не жетіспейді. Бүгін енді жалпы білесіздер ғой, мына елбасымыздың тағайындауымен дейміз бе, елбасымыздың және мынау Халықтар Ассамблеясының шешімімен жалпы бірінші наурыз алғыс айту күні деп қойған. Енді алғыс, мың алғыс деп бүгін таң атқаннан азаматтар бір-біріне алғысын жаудырып жатыр, рахметін айтып жатыр ғой. Бір осы шүкіршілік жайында, алғыс жайында айтсақ, осы алғысымыз қалай болып жатыр? Біздің рахметіміз қалай? Бізді жаратқан Аллаға деген алғысымыз қалай? Адам баласы болған екен, адам баласы бұл бізді араб тілінде инсан деп айтады. Білесіздер. Инсан деген сөз қазақша айтқанда адам деген сөз. Бірақ осы инсан деген сөздің түпкі, сөздің төркіні, сөзінің шығу этимологиясы зерделеп қарайтын болсақ, бұл ұмытшақтық деген сөз екен. Нәсия деген сөзден келеді екен, етістіктен. Нисияннан инсан келеді екен. Ұмытшақтықпыз да біз. Ұмытшақпыз біз. Тез ұмытшақпыз. Есімізге салғандай тұрамыз, бірақ қаперімізден шығарып аламыз. Сондықтан бізді инсан деп қойған. Бізді Алла ардақты етіп жаратты. Алла Құранда айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уалақад каррамна бани адама. Біз адам баласын ардақты етіп жараттық дейді. Бірақ келесі бір аятта адам баласы залым, жахул, надан деп те келеді. Неге? Өйткені біз ұмытамыз. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсу ма қаддамат лиғадин. Ваттақуллах инналлаха хабирун бима та'малун. Вала такуну каллазина насуллаха фаансахум. Улаика хумул фасиқун. Ей адам баласы дейді, ей иман келтірген пенде дейді. Сен ертеңгі күніңе қарашы, не әзірледің дейді. Алладан қорқ дейді. Екі рет қайталанды. Ваттақуллах инналлаха хабирун бима та'малун. Алла Тағала сендердің не істейтіндеріңді одан толық хабардар. Алладан қорқыңдар, Алла бәрін білуші, Алла толық, барлық біздің іс-әрекетімізден хабардар дейді. Міне осы, бұл Хашр сүресі, осы аяттың жалғасын айтады. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Әлде бір Алланы ұмытып қойғандар секілді болмаңдар дейді. فَأَنْسَاهُمْ. Алла да өздерін ұмытқан адамдар секілді болмаңдар дейді. Улаика хумул фасиқун.
Міне олар пасық адамдар дейді. Алланы ұмытқандардан болмаңдар, және Алла ол пенделерді ұмытқандардан болмаңдар дейді. Қараңызшы. Алла сақтасын. Біз Алламызды ұмытпауымыз керек. Осынша нығмет беріп жатқан ол біздің Раббымыз. Алла Құранда айтады, барлығыңыз жаттаған шығарсыздар. Адият сүресін жаттадыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал инсана лираббихи лакануд ва иннаху аля залика лашахид. Иннал инсана, расында, ақиқатында адам баласы дейді. Лираббихи лакануд. Ол Раббысына шүкір етуші, алғыс айтушы, рахмет айтушы емес дейді. Ол жақсылықты, игілікті тез ұмытушы дейді. Канудун деген сөз араб тілінен аударғанда, ол берілген жақсылықты тез ұмытып кететін адамға кануд деп атайды. Иннал инсана лираббихи лакануд. Аяттың жалғасын қараңыздар. Ва иннаху аля залика лашахид. Бірақ адам баласының өзі оған куә дейді. Өзіміз соған куә екенбіз біз. Иннаху аля залика лашахид. Адамдардың өзі оған куә дейді. Сондықтан біз бірінші Аллаға алғыс айтуымыз керек. Аллаға рахмет айтуымыз керек. Бізге осы дүние берді. Бізді осы дүниеге алып келді. Сізді адам қылып жаратты. Деніңізді сау қылып жаратты. Ақыл ес берді. Парасат берді. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum al-absara wal-af'ida was-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun. Осындай аяттарда Алла Тағала айтады. Ол сендерді ана құрсағынан шығарды. Сендерде ақыл жоқ еді, сана жоқ еді, парасат жоқ еді, еститін құлақ жоқ еді. Бәрін Алла бізге ана құрсағымызда берді барлығын. Ана құрсағымызда бізге берді, құлағы естуді берді, сананы берді. Бізге осы жарық дүниеге әкелді. Кім берді оның барлығын? Қайдан алдық біз? Бір жерден барып іліп алдық ба? Жоқ. Бізге Алла Тағала берді. Бізге Алла берді. Осынша жақсылықты, осынша нығметті бізге кім берді? Алла Тағала берді. Бірақ өкінішке орай адам баласы Алласын ұмытады. Мен Алланы білемін, бар жүрегімде деп қояды кейде біреулер. Алланы білсең, онда Аллаға сен шүкіршілігін білдір. Шүкіршілігіңді, алғысыңды, рахметіңді білдір. Қалай білдіреміз? Құлшылық арқылы білдіреміз. Ғибадатымыз арқылы білдіреміз. Біз келіп намаз оқығанда Аллаху акбар деп құлақ қақтық. Дүние Алла ханымның ішінде емес, дүние сыртында қалды, я Рабб. Аллаху акбар, мен алдыңа келдім. Мен саған шүкір ету үшін келдім деп біз Алланың құзырына тұрамыз. Сондықтан бірінші адам баласы осы дүниені жаратқан. Су болмаса қалай өмір сүреміз, айтыңызшы? Ауа болмаса қалай өмір сүреміз, айтыңызшы? Осындай бізге табиғат беріп жатқан Алла Тағала ғой. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, осындай мысалы қазір қыстың аясынан шығып жатырмыз. Қыстың өзінде бүкіл жер жүзін аппақ қып кім жасай алады? Аппақ қып. 2 күн күн шықса ерітіп жібереді. Кім жаратты бұны? Алла жаратты. Біз Алланың игілігін, Алланың жақсылығын еске алуымыз керек. Міне бірінші жамағат адамдар, біз Алла Тағалаға шүкір ете алсақ, иншалла
рахметімізді айта алсақ, Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Исра сүресінде айтады, иннаху кана абдан шакура. Кімді айтады? Ол шүкіршіл құл еді дейді. Кімді айтады? Нух пайғамбарды айтады. Жаңа құптан намазында бізге Ибрахим пайғамбар қандай пайғамбар болғанын, Идрис пайғамбар қандай пайғамбар болғанын, Муса алейхиссалам қандай пайғамбар болғандығы жайындағы аяттарды оқыды. Нух алейхиссалам жайында Алла Тағала айтады, иннаху кана абдан шакура. Ол Аллаға шүкірші құлдардың бірі еді. Қандай шүкіршілік? Өйткені Нух алейхиссалам бір тамақ жесе, Алхамдулиллахиллази ат'амани, мені жегізген, тойдырған, сусын берген, тамақ берген Раббыма хамд, шүкір болсын деп айтады екен. Уалау шаа ла ажани. Егер Раббым қаласа, мені аш қалдырар еді деп Нух алейхиссалам әрдайым осы сөзді арнайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қандай да бір пенде, қандай да бір кісі кәдімгі қара суды ішсе, бірақ бисмиллах деп сол суды ішіп, алхамдулилля деп айтса, Алла сол құлына разы болады дейді. Қараңыз. Міне Нух алейхиссалам осындай тамақ жегенде, су ішкенде Аллаға осындай шүкіршілік білдіреді екен. Алла Тағала оны Құранда иннаху кана абдан шакура. Міне Нух алейхиссалам ол шүкіршіл, рахметшіл құлдардың бірі еді деп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды алайықшы. Пайғамбар қандай пайғамбар еді? Азиз пайғамбар, ең соңғы пайғамбар, екі дүниенің пайғамбары. Бұл дүниеде ең соңғы пайғамбар шығар, ақыретте ең бірінші жәннаттың есігін ашатын, ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және оның біздерде үмбеті кіретін пайғамбарымыз бар біздің, алхамдулилля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамдарға рахмет айта алмаған Аллаға рахмет айта алмайды дейді. Арабта мынандай нақыл сөз бар. Итке 3 күн тамақ берсең дейді, 3 жыл сені ұмытпайды дейді. Адамға 3 жыл тамақ берсең, 3 күнде сені ұмытады дейді. Қараңызшы. Біз жаңа аятты оқыдық. Біз ұмытып кетеміз, ұмытшақпыз. Бізге біреу жақсылық жасаса, соның рахметін айтпаймыз кейде. Кейде соның жақсылығын ұмытып кетеміз, пендешілікке салып. Кейде соның әл-ауқатымен өлшеп жатамыз. Адам жүрегімен бауырына рахмет айтса, онда ол Аллаға рахмет айтқандығы екен ағайындар. Сізге біреу бір кесе су берсе де рахмет айтсаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, хадис имам Тирмизи риуаят етеді. Қандай да бір кісі дейді, жақсылыққа қол жеткізсе дейді, егер оның қайтарып қарымтасын бере алмаса дейді, сізге біреу жақсылық жасады, сіздің қолыңыздан келмейді, оның берген нәрсесін сіз бере алмайсыз. Онда оған ол берген кісіні мақтасын дейді. Оның жақсылығын айтсын дейді. Сол айтқан жақсылығы оның берген игілігіне, жақсылығына қайтарған рахметі болады дейді. Ал егерде оны айта алмаған адам, онда ол нанкөрлік жасағандығы пенденің дейді. Имам Тирмизи мен имам Абу Дауудтың риуаятында
Сунан кітаптарында келеді. Яғни бізге біреу жақсылық жасаса, не істеуіміз керек? Жақсылығын қайтара алмасақ, дұға жасауымыз керек. Соны айтуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: кім азға рахмет айта алмаса, онда ол көпке айта алмайды дейді. Демек, азға рахмет білдіре алмаған, ол көпке қолы жете алмайды деген сөзде. Жақсының қадірін білмегеннен жақсылық кетеді дейді бізде. Шынында да қазір кезде қарасақ, айналамызға бір қамқоршы мұсылманға, қамқоршы адамға бір мұқтажбыз. Бір-бірімізге бір бұл жалғанда өтіп кете береміз. Біз бір-бірімізге де жақсы алғыс айтуды, жақсы шүкіршіл болуды насихаттауымыз керек ағайындар, айтуымыз керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху меккелік мұхажирлер, сахабалар келеді. Бұны Анас радиаллаху анху жеткізеді. Келеді де: «Уа Расулалла» дейді. Біз Меккеден келдік, көшіп дейді, хижрет етіп, Мадинаға келдік дейді. Мадиналық сахабалардың жомарттығы, шынында да олардың көңілдерінің, дүниелерімен, олардың жомарттығындай жомарт адамдар тарихта екінші рет қайталанбайтын шығар. Қайталауға тырысамыз ғой иншалла. Бірақ олардың жомарттығы тіпті ерекше болды, оны білесіздер. Ансарлық, яғни мадиналық сахабалар меккеліктерге малын да аяған жоқ, жанын да аяған жоқ, бүкіл дәулеттерін де берді. Барлық байлықтарын оларға беріп отырды. Үйі жоққа үй берді, тіршілік жоғына тіршілік берді. Сол меккеліктер келеді: «Уа Расулалла» дейді. Мадиналықтар біз көрмеген, біз қаперімізге алмайтын, біз бұрындары көрмеген жақсылыққа бізді көміп тастап жатыр. Сондай жақсылық жасап жатыр. Біз бүкіл сауаптың барлығын мадиналықтар алып кете ме деп қорқамыз, «Уа Расулалла» деп меккелік сахабалар пайғамбарға келеді. Мадиналықтар күллі сауапты алып кететін болды дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Жоқ» дейді. «Жоқ» дейді. Олардың сауабы дейді, сендердің алғыс айтуларың мен дұғаларының есесінен болады дейді. Көрдіңіз бе? Сендердің алғыс айтуларың мен дұғаларыңыздың есесінен болады дейді. Демек, бір жасаған жақсылықты шынайы жүрекпен жасаған болса, оны алған адамда не істеу керек екен? Рахметін айту керек екен. Оның жақсылығын айту керек екен. Сондықтан бізге жақсылық айтатын, рахмет айтатын, алғыс айтатын адамдар өте көп. Ең бірінші пайғамбарымыз. Алла тағала Құран кәрімде айтады, Тәубе сүресінде: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лақад жаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма аниттум харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим. Сендердің араларынан сондай пайғамбар келді. Ол өте азиз пайғамбар. Өз араларынан таңдалған азиз пайғамбар. Сендердің дейді, бізді айтады, қиналуларың оған ауыр тиеді дейді. Сендердің қиналуларың оған ауыр тиеді дейді. Яғни бір сахабалар болды, пайғамбар саллаллаху дәуіріне келіп: «Уа Расулалла, мен ешқашан үйленбей өтемін, мен ешқашан аузымды ашпаймын». Болды ғой сахабалар. Олардың қиналғандарын Расулулла қалаған жоқ.
және де біздің осы дінде қиналуымызды Алла елшісі қалаған жоқ. Ол бізге өте қамқоршы болды, мейірбанды болды. Үмметі үшін білесіздер қандай дұға жасады. Екінші дұғасын ақиретке алып қалды. Ертең шапағат Расулалладан болады иншалла. Міне, осындай пайғамбарымыз бар. Осындай пайғамбардың үмбетіміз. Біз пайғамбарға алғыс айтуымыз керек. Пайғамбарымыздың алғысы қандай білесіздер ме? Алла пайғамбардың алғысын біздің бүгінгі намаздарымызға міндеттеп қойды. Қараңызшы. Расулалла айтады, әрдайым айтып отырған, мен деген атам Ибрахимнің дұғасымын, бауырым Иса алейхиссаламның сүйіншісімін деген. Атам Ибрахим деп, атасы Ибрахимді әрдайым еске алып отырған. Өйткені Ибрахим алейхиссалам жазық далаға, ешқандай жоқ алқап далаға келген кезде Алла тағалаға дұға жасады Ибрахим алейхиссалам. Оның ұлы кім еді? Исмаил алейхиссалам еді. Исмаил алейхиссаламнан тарқаған пайғамбар саллаллаху алейхи шежіресі кімге барады? Исмаил пайғамбарға барады. Ибрахим пайғамбар. О Алла тағала, менің ұрпақтарымнан салих ұрпақ бере көрді. Пайғамбар өзінің ұрпағына дұға жасаған. Сол дұғасы Меккеде пайғамбарымыз дүниеге келген. Сондықтан Ибрахим алейхиссаламда деген пайғамбарымыздың алғысы біздің бүгінгі намазымызда Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва аля али саййидина Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Раббымыз, біз ат-тахиятта айтамыз осыны. Раббымыз, Ибрахим және оның әулетіне берген салауатыңды, мархаматыңды, берекеңді біздің пайғамбарымызға да бере көр дейміз. Өйткені біздің пайғамбарымыз Ибрахим атасын ұмытқан жоқ. Бір дұғасын ұмытқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху опагершілігі жайында, адамгершілігі жайында, өткенді ұмытпайтындығы жайында мысалдар өте көп ағайындар. Ислам тарихын, пайғамбар саллаллаху тарихын оқысаңыздар өте көп. Абу Талибтің жұбайының аты Фатима болған. Білесіздер, Фатима анамыз. Ол пайғамбарымыз саллаллаху анда-санда жаңағы күндізгі қайлула ұйқысын сол анамыздың үйіне барып ұйықтап тұрады екен. Сол анамыз Абу Талиб дүниеден озғаннан кейін қамқорлығын алып, тамағын, шайын, киімін берген, қараған сол анасындай болған еді. Сол кісі дүниеден озған кезде пайғамбарымыз саллаллаху өзінің үстіндегі киімін сол Фатима анамызға беріп кебіндейді. Сөйтіп қабіріне келіп жатады. Қабіріне келіп жатып, киімін кебіндеп, осындай амал жасап жатқанда сахабалар таң қалады. Уа Расулалла дейді. Сіз сонша Фатима анаға осылайша ілтипат көрсетіп жатсыз. Осынша амал жасап жатырсыз. Ол дейді менің анамдай кісі еді дейді. Оның жақсылықтарын әсте ұмыта алмаймын дейді. Киімін кебіндеп қабіріне бір сәтке жатады. Бұл менің анамдай еді дейді. Пайғамбар саллаллаху сүт бауыры Айша, Шейма анамыздың пайғамбарымызға келген кезде жақсылықтары, Халима анамызға жасаған жақсылықтары пайғамбарымыздың өмірінде өте көп.
Сондықтан бауырлар, ағайындар, бізде ата-анамызға, ұстаздарымызға, бауырларымызға, көршілерімізге, тума туысқандарымызға жақсылық жасайық, алғыс айтайық, рахмет айтайық, білмегендерге осылайша білдірейік. Алла тағала баршамызға береке берсін, елімізге тыныштық берсін, жұртымызға амандық берсін. Жаратқан Алла әрбіріңіздің шаңырақтарыңызға бақыт берсін, береке берсін. Амин. Аллахумма раббана لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Жаратқан Алла тағала бізді өзінің тура жолында жүректерімізді, табандарымызды бекем қылсын, өзінің тура жолынан адастырмағасын. Біздердің бұрын өткендерге Алла өзінің рахымын алсын. Бүгінгі тіршілікте біздің айналамыздағы бауырларымызға, ата-анамызға, тума туысқанымызға жаратқан Алла береке берсін. Елімізге, жұртымызға, халқымызға амандық берсін. Жаратқан Алла тағала әрбір таңымызға береке берсін. Фитнадан, бүліктен, адасушылықтан сақта деп Аллаға сыйынамыз. Я Раббым, Алла біздерді адасушылықтан, фитнаға түсуден сақтап, екі дүниеміздің қайырын бергейсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Аллаху